Алар біздің үлкен, бізді алып тастаңыз. Алға жоғары, сынба. Сынбаңдар ей! Налар кімдер? Типа братандары ғой. Сынмейла тұра беріңдер. Неге келіңдер? Алдындағы проблемаларды жоғалтуға келдік. Тағы да не болды? Айта беріңдер. Сөйлесеңдерші. Гүлжан, бүгін айлық түсем екен. Менің бір баратын тойым бар еді. Ана есікті қаттырақ жапшы. Ағай, шынымызды айта берейік па? Сендер маған өтірік айтпақшысыңдар ма? Дәл қазір маған бар шындықты айтасыңдар. Болмаса? Или сен маған 5.000 қарыз бере тұрасың ба? Болмаса? Болмаса деген сөз жоқ. Бар шындықты айтасыңдар, түсінікті ма? О үшін былай басылды ағай. Не алдыңыз апай, 5.000 теңге таптыңыз ба? Таптым, Майрадан алдым ғой. Болмаса біз балдар болып жинап берейік, кімге жинап бермей жатыр қазір? Ой, жоқ, өзімде бар ғой. Бопты апай. Жақсы апай. Жақсы. Негіз деймін да, біздің директордың понятиясы теріске ғой. Каждый раз енді қайталанса деп шығарып салады. Енді пробныйдан төмен алып қалған мектептен шығарып жібермейді шығар. Білмеймін. Неғып мақтап жатыр. Бірақ натуре төмен алып қалды ғой. Менің сыныптасым, маған физика, ауа тас, су. Менің сыныптасым, математика, бөлу, қосу алу. Мектепке дәптер ала кел, еп беріп жегел, онда кіргізбей. Менің сыныптасым, сен үшін істейм, сен үшін істейм. Менің сыныптасым, сен үшін істейм, сен үшін істейм. Good afternoon, children. Good afternoon, teacher. How are you? I'm fine, and you? I'm okay. Thank you. Sit down, please. Саламатсыз апай, кіруге бола ма? Болады. Бірақ ағылшынша айт соны. Ағылшынша? Я, сыртқа шығып, қайтадан басынан кір сыныпқа. Ой, апай. Түк. Зүтік, of course, деп қоясың. Sorry, my teacher, кеш жатып едім, кеше. Не айтып тұрсың? Ағылшынша бір сөзді дұрыс айта аласың ба өзі? Ой, апай, мен білем ағылшынша. Кез келген сөз айтыңызшы, апай. Қазақша сөз айтып, ағылшынша аударып берем мен.
Қазір көрейік онда. Алма. Apple. Алмұрт. Apple. Ұзындау апай. Су. Water. Қайық. Cutter. Апай, үй деңізші? Үй. Пәтерді. Миді ашытпай отыршы. Бүкіл уақытымды алдың. Рахмет апай. Мә, мог ағылшынша күшті біледі екенсің ғой. What? Осы біздің аталар бар ғой, Францияда тұрған, башня бар ғой, астында үйлер болады, қызыл кіреше. Біздің атаның үйі бар ғой, сол жерде. Күшті. Франция көрмеген шығарсың, бірақ, Мысық қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы. Гүлді көтеріп жүресің бе, кішкене ауыр болып тұрады? Кішкене ауыр болса, демалып көтерсе, қалжыңдаймын. Көтерсе. Мысық, білесің ба? Гүлге жылы-жылы сөздер айтсаң, гүл әдемі, үлкен болып өседі. Да? Менің мамамда гүлдер бар, негізі жақсы қарайды ол да. Гүлге жақсы қараса, келініне де жақсы қарайтын сияқты. Мүмкін. Жақсы сөз айту керек дейсің ба? Иә. Онда гүл, сен сондай әдемісің. Сен сондай мейірімдісің. Кішкентай болсаң да айналаңа үлкен жылулық сыйлайсың. Сен қамқорсың. Мен сені жақсы көремін. Ей, не істеп тұрсың? Сынып қалатқан ғой. Бар сабағың бар. Қалай істеді? Оқушылар сабақта кім бар, кім жоқ түгелдеп жіберейік. Апай, сыныпта Зарина ғана жоқ, қалған бәрі түгел. Неге келмей қалған екен Зарина? Білмеймін. Ол аппендицит болып ауырып қалды. Қай жерге ауырып отыр? Сұрадың ба алдың ағаш? Қай жерге ауырып отыр екен? Аппендицит болып қалды дейді ғой. Кім айтады? Дан айтады. Асқар журналда бағаны азайып кетіпті ғой. Уайымдамасаңшы апай, қазір қоңырауда өзім толтырып қоямын оған. Көп сөйлемей сабақ айт. Апай, мен шынымды айтайын ба? Дайын емеспін. Кеше үйге көп қонақтар келді да, сосын столдың бір жағын теңестіру керек болып, осы кітапты қойдым астына. Ой, отырш, сабақтың соңына дейін айтасың. Кәріс тұр. Апай, мен дайын емеспін. Не үшін? Кеше біз Ғазиздің үйіне қонаққа барған. Дерзкий идея болып тұр ғой. Қандай? Вечер жасайық та. Вечер? Ол вечер болмайды ол. Вечер жасайсың, одан 11-лер келеді, 11-лер кіреді таған қыздармен вальс биледі, қыздармен вальс билеген былай тұрсын, тамақтарды жейді, өйтеді, бүйтеді. Одан мен тамақты қызғанамды барғанды біреумен ерексем, артынан төбелес болады. Төбелес? Давай жасайық. Ондай вечер емес, жынсың ба? Сухой вечер жасаймыз, мен бәрін ойластырып қойдым. Братан үйінен колонканы алып келеміз да. Сөйтіп балдар 1000 теңгеден шығарады, қыздар 500 теңгеден шығарады. Общий 30-35 теңге шығады да. Бір 7-8 теңгесіне су аламыз да. Ары бетінде 28 мың алады, 14 мыңнан бөліп аламыз екенбіз. Жетіп. 14? Ақшам. Так, 14. Онда бүйтейік та. Сен 14 теңгенің 4 теңгесі маған бер, мен 18 мың рас бір кроссовка көрдім. Соны алып алайын. Қоясың ба, 14 теңгем бар. 12 мың теңге телефон жөндетемін деп отырмын, ертең 2 мың теңгесін апайдың қарызын беруім керек. 14 теңге бар. Мен сенен көп ақша сұрап жатқан жоқ, 4 теңге сұрап жатырмын. Ой, жетпей қалады ертең өзіме. Ой, жоқ ақшан, қызған. Бармаймын вечеріне. Қойшы. Бармайсың ба? Бармаймын. Антош, 14 мың теңге керек па? Короче, бір идея болып тұр менде. Антош, сен бияққа 14 теңгенің 4 теңгесі по-любому бермейді саған. Айжан қашан өтеді екен, соны алған жағын беріп қойшы. Опа, қыздар, не жаңалық болып отыр? Жаңалық жоқ сол. Аружан, қолының жүні менікінен ұзын ғой, сен қарасаң. Қумаш, просто біздің тұқымызда сондай бар. Өтірік айтпасайсың, қолың жүні қырасың. Көрініп тұр ғой менікінен ұзын болсын. Құршы бар, не айтып тұрсың? Досты, значит, бұның тұқымында болса ше. Аружан, сен мұртыңды қырасың ғой, по-любому. Кетші бара, миымды ашытпай. Олда Аружан ренжі қалдың ба, ойнап жатыр ғой, кластасыңыз. Жылсыңдар ма, қойсаңдаршы болды. Ой, кетесіңдер ғой. Біз буфетке еттік. Қазір Аружан ренжіме саған самса, сникерс, сосын пирожки, сосын бритва әкеп береміз. Аружан не ағыр отырсың? Әзілдеп жатыр. Онан балдар шақырып жатыр коридорға. Әңгімелесетін мәселе болып тұр дейді. Керсілер? Қанқайда? Әлі бритва алып керек бізде.
Все онда Google-мен таныстырып күтіп тұр, жаймен жақындай бер. Онда мен бір 9 сынып баласына айтайын, барып талап қайтып қайтсын. Кеттік онда, жүндер. Тағы не білдірейін деп тұрмын. Кешегі тема не болды, шештің ба? Нормально. Өздерінде что-то оңдар не істеп отыр. Сол жүр ғой. Талғат, сендерді 10 сыныптың балдары мектептің артына шақырып жатыр. Барлығы ашулы. В смысле ашулы? Білмеймін. Жарайды. Барып көріп кетейік, не болып жатқан.